Әшейінде ауыз жаппас, айт дегенде өлең таппас дегенде. Ой, красавчик. Ош айтпайсың. Негізі осы дастарханымызға осындай күліп ойнап бейбіт заманда жүргенімізге шүкір. Адам негізі қанағатсызбыз ғой. Bir нәрсеге қол жеткізсең, екінші нәрсеге аңсап тұрасың, соған қол жеткізгің келіп тұрады. Бұлай негізі біздің қолымыздағы бар нәрсеге жете алмай жүргендер қаншама адам мысалы. Жоқ, Абылай. Мейіржан Әлібеков деген айтыскер ағамыз бар. Бұрын айтысқан. Сол кісінің бір өлеңі бар. Таудан биік секілденіп талғамың, ардан биік секілденіп арманың, пенделікпен ұмытасың тәубеңді, сынағына шыдай алмай Алланың, ай мен күнге өптіргін кеп шекеңді, көлгірсейсің көрмедім деп шетелді. Тәубеңе кел, шетел түгіл зағиптар, көр алмай жүр өзі туған мекенді. Қошеметте көрмесеңіз несі бар, бар жағдайды ақыл менен шешіп ал. Жылы сөзді естімеген кезіңде керең болып туғандарды есің ал. Тәубеңе кел, пенде болсаң есі бар, сабырсыздар қадірсіз боп тосылар. Дүниеге қолың жетпей қалғанда қос қолы жоқ пенделерді есің ал. Бақыт мәңгі тұрсын десең басыңда, қанағат қыл, ашуланба, тасынба. Көлігім жоқ деп ренжуің, бекерлік аяғы жоқ адамдардың қасында. Топ алдында төргөзгің кеп төтеден, тым болмаса айтпадым деп екі өлең, ақын болып тумадым деп налисың, мылқау болып туғаныңда не терең. Құлақ асып, әркім айтқан пікірге, бой ұрасың бейберекет күпірге. Таумен тасқа соға бермей басыңды, аман есен жүргеніңе шүкір де дейді. 3 күн бұрын ба, 4 күн бұрын ба естіп едім. Зор. Пепси дал дейші бұл? Зор айтты. Молодец, Чантер.